Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода үй жағдайында жасалатын томат пастасының рецептісін көрсететін боламын. Ешқандай да артық қоспасыз табиғи өнімдерден жасалады. Міндетті түрде үй жағдайында жасап көріңіздер, өте оңай жасалады. Міне қарасаңыздар, өте керемет болып шыққан. Видеоны мұқият соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қызыл болгар бұрышы мен қызанақты осылай ет тартқыштан өткізіп дайындап аламыз. Осындай үлкендеу кастрюль алып газға қоямыз, және де өткізілген қызанақ пен болгар бұрышын осы ыдысымызға ақырын құямыз. Қайнағанша бетін жабамыз. Міне осылай қайнағаннан кейін астын жай отқа қоямыз, және де бізге осындай елек қажет болады. Осылай видеода көрсетілгендей етіп қайнап жатқан біздің қызанақтарымыздың үстіне електі қойып, бетіне осылай шырыны шығады, соны ожаумен ақырын құйып аламыз. Достар, менің арнама тіркелмесеңіздер, астындағы подписация батырмасын басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақыттарда сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей, біз барлық сусындарын құйып алдық. Енді жақсылап бір қозғап, тағы да 10-15 минутқа жай отта қайнатамыз. Қалған сусындары тағы да бетіне шығуы керек. Мінекей, бізде қызанақтарымыздың сусындары осылай болып шықты. Енді осыған шамалы тұз, қант қосып, томат соғы ретінде ішсеңіздер болады. Немесе тамақ жасап жатқан кезде кәдімгі сорпа тамақтарға осы сусынды құйып жіберсеңіздер болады. Ешқандай да томат пастасын қоспай, осы қызыл сусынды қоссаңыздар, өте дәмді сорпа болып шығады. Мінекей, біз бір қайнап шықты. Енді тағы да астында қалған шамалы сусындарын осылай ожаумен құйып аламыз. Біздің қызанақ пастамыз қоюланғаннан кейін дәміне қарай тұз, және де қант, шамалы қара бұрыш, және де паприкадан бір ас қасық қоссаңыздар болады. Бұл томат пастасына бір ерекше дәм беріп тұрады, және де иісі де өте керемет болып шығады. Жақсылап бір қозғап жіберіп, бетін жауып, бір 5 минуттай қайнатамыз. Асты жай отта болуы керек. Мінекей, біздің томатымыз 5 минуттай тағы да бұқтырылды. Енді жақсылап қозғап, осындай блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Блендерлеріңіз болмаса, кәдімгідей осылайнан банкілерге жауып қоя берсеңіздер болады. Бірақ осылайнан бір келкі етіп езіп қойғанда өте әдемі көрінеді. Міне біздің томат пастамыз осылайнан болып шықты. Бір келкі кәдімгі дүкендегі томат пастасы сияқты болып шықты. Енді жақсылап бір қозғап, 1-2 минуттай тағы да бұқтырамыз. Артық сулары осылайнан
бумен шығып кетуі керек. Жақсылап араластырамыз. Міне қарасаңыздар, кәдімгі дүкендікіндей болып шықты. Түрі де өте әдемі, ешқандай да қоспасыз болып шықты. Енді жақсылап қозғап, біздің банкаларымызға ақырын құямыз. Томат пастасын салып жатқан кезде осындай ауалар қалып кетеді. Осыны қасықпен ақырын итермелеп, тағы да нығыздап саламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте оңай жасалады. Қазіргі уақытта енді қызанақтарымыз өте арзан кезде көптен алып жасап қойсаңыздар болады. Бұл сіздерге бір 3-4 айға дейін жетуі мүмкін. Міне біздің томат пасталарымыз дайын болды. Енді мен сіздерге кәдімгі дүкендегі томат пастасы екеуін салыстырғым келіп отыр. Бізде осындай бір банкасы 1000 теңгедей тұрады екен. Ал сіздер қызанақ арзан кезде көптен жасап қойсаңыздар, бір шетінен үнемдейсіздер, және де бір шетінен бәрі табиғи өнім, ешқандай артық қоспасыз, химикатсыз жасалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, қыздар. Міне жақыннан видеоға түсіріп көрсетейін. Өте керемет болып шықты. Сіздермен